18-ші сұрақ. Тізбектің жүру заңдылығын табыңыз. Мына жерде 5 сан берілген заңдылықта және 4 жауап. Жауаптардың ішінде n дегеніміз ол сандардың нөмірі. Мысалы, мынау біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі. Санның нөмірі мынау бірінші, екінші дедік, үшінші, төртінші және бесінші. Енді бірінші санда бізде 12 тұр. Мына жерде 1-ді қойсақ, санның өзі шығу керек. 1 қосу 3, 12 шықпайды, сонда А жауабы кетеді, бізге келмейді. 1, мына жерде қоямыз. 1 қосу 2, ол 3, 3 көбейту 4, 12 келеді. Және мына жерде 1 көбейту 2, ол 2, 12 келмейді, алып тастаймыз. Және мына жерде n дегеніміз ол бізде 1, 1 азайту 3, минус 2, 10 минус 2, ол бізде минус 10. Ол да бізге келмейді. Енді Б жауабымыз бірінші санға келіп тұр, және қалғандар мына жақта жойылса, ол дегеніміз Б жауабы дұрыс. Енді тексерейік. Екіншіні қоямыз мына жерге. 2 қосылған 2, ол 4, 4 көбейту 4, 16 шығады. Мына жерде үшінші сан, үшіншіні мына жерге қойсақ, 3 қосу 2, 5, 5 көбейту 4, 20 шығады. 4-ті қойсақ, 4 қосу 2, 6, 6 көбейту 4, 24 шығады. Және мынаны тағы тексерейік. 5-ті қойғанда мына жерге 5 қосу 2, 7, 7 көбейту 4, 28. Және мына жердегі барлық, заңдылықтың ішіндегі барлық сандары осы заңдылықпен шықты. Сонда жауабы Б дұрыс.